Саламатсыздар ма қымбатты Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасының оқырмандары. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл бұл кембіра, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп, ұлы ақын ағаларымыз жырларына арқау еткен ұлттық домбыра күні мерекесі құтты болсын. 2018 жылы 13 маусымда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев шілде айының алғашқы жексенбісін ұлттық домбыра күні деп жариялаған болатын. Осы айтулы мерекеге орай дайындалған күмбірле сазды домбыра атты тұрақты оқырмандарымыз Жамал Омаров атындағы нөмір 1 балалар саз мектебінің оқушылары дайындаған сазды сәлемін қабыл алыңыздар.
Серпов, Аке Тоғалы.